Бүгінгі сабақтың тақырыбы растрлық, BMP, JPEG, GIF, векторлық, AI, CDR форматтарын қолдану. Сабақтың мақсаты растрлық, векторлық форматтарды ажырата білуге және бейнені дұрыс форматты қолданып сақтауға үйрету. Бағалау критерийі. Растрлық, векторлық форматтарды ажырата алады. Графикалық форматтың артықшылықтарын меңгереді. Практикада сақталу форматтарын қолданады. Біз компьютерлік графика саласында растрлық және векторлық форматтарды қарастырамыз. Растрлық графиканың форматтары JPEG, PSD, BMP, GIF және TIFF форматтарында сақтауға болады. Ал векторлық графика форматтарын Adobe Illustrator, APS, CorelDRAW форматтарын қолданып сақтауымызға болады. Сонымен, компьютерлік графикада бейнені сақтау үшін 3 ондық форматты файлдар қолданылады. Бірақ олардың жартысы ғана стандартта, де-факто бола алады. Сонымен қатар, сәйкес келмейтін форматтар, растрлық, векторлық файлдар 3 өлшемді бейнелерден тұрады. Растрлық графика жұмыс нәтижелерін сақтауға ең тиімді формат TIFF және JPEG форматы болып табылады. TIFF форматы дегеніміз кең таралған сенімді тәуелсіз форматтардың бірі. Графикамен байланысы бар программалардың бәрі оны қолдай алады. JPEG форматы түрлі түсті көптеген бейнелерді, негізгі фотографияларды сақтауға арналған. GIF форматы түстердің аз санына ие. Анық шекаралары бар немесе ұшақ бөлшектері бар. BMP Windows-тағы бейнені экранда көрсетуге арналған формат. PSD Photoshop документ, яғни Photoshop бағдарламасында жасалған жұмысымыз аяқталмаған жағдайда PSD форматына сақтап қоюымызға болады. Және ол сақталған форматымызды келесі жолы ары қарай жалғастыруымызға да мүмкіндігі бар. Келесі векторлық графика форматтары. APS Encapsulated PostScript. Бұл формат Adobe фирмасының PostScript тіліндегі векторлық сияқты растрлық бейнеменде жұмыс жасауға арналған. Оның файлдық кеңейтілімі APS деп аталады. Ал CDR CorelDRAW форматы. CorelDRAW программасында жұмыс жасау кезінде қолданылады, яғни бейнені сақталу форматы CDR. Бұл CorelDRAW форматы үшін автоматты сақталу форматы. Adobe Illustrator EI Adobe Illustrator программасының сақталу форматы. Енді растрлық форматтың артықшылығына тоқталайық. Яғни растрлық форматтың артықшылығы бірінші қарапайымдылығында, яғни әрбір пиксель жеке суреттеледі. Екінші, бейнеленуші ақпараттың енгізілуінің автоматтандыру техникалық жеңіл жүреді. Үшіншіден, бейнелерді енгізу үшін сыртқы құрылғылардың көп түрі қолданылады. Енді шағын бейнероликке назарымызды аударайық. Результат работы Photoshop необходимо сохранить в один из графических форматов. Программа поддерживает огромное количество форматов, каждый из которых имеет свои особенности и, как следствие, свое предназначение. Рассмотрим их подробнее. Если вы не завершили работу над изображением в Photoshop, вы можете сохранить файл в формате PSD. Это собственный формат Photoshop, поэтому он хранит состояние проекта, а именно информацию о слоях изображения, способе их смешивания, прозрачности и прочее. Такой объем данных приводит к тому, что файлы PSD, как правило, имеют большой размер, поэтому держать графические файлы в этом формате стоит только временно, когда вы над ними работаете. Этот формат позволяет максимально точно сохранить подготовленный проект Photoshop. Он содержит не только пиксельную информацию, как тот цвет или яркость, но также и информацию про плотность размещения точек при печати, или DPI. Кроме этого, TIFF может хранить информацию о наличии в файле нескольких слоев изображения. Как и формат PSD, он может включать информацию о прозрачности изображения. Формат TIFF часто используется в полиграфии. Формат BMP – это точечный рисунок.
Изображение в этом формате представляет собой некоторый массив пикселов, в котором каждая точка имеет свой цвет. Этот формат файла имеет большой размер и очень хорошо сжимается архиватором. Потери качества при сохранении в этот формат незначительны, однако сам формат используется нечасто, поскольку он уступает формату TIFF. Практически все современные цифровые фотоаппараты сохраняют снимки в формате JPEG. Причина столь высокой популярности стандарта JPEG – небольшой размер и достаточно высокое качество. Конечно, чудес на свете не бывает. Если файл JPEG имеет небольшой размер, качество изображения в большей или меньшей степени страдает. Падение качества обусловлено алгоритмом сжатия изображения. Этот алгоритм основывается на том, что для нормального зрительного восприятия картинки можно частично снизить точность передаваемого изображения. При высокой степени сжатия на изображении появляются неприятные блоки, которые особенно бросаются в глаза на тех участках картинки, где есть градиентный переход. Из-за того, что изображения, сохраненные в формате JPEG, имеют потери качества, их нежелательно использовать в полиграфии. Однако такие файлы удобно пересылать по почте, выкладывать в интернете, хранить на диске. Яғни біз бұл жерде растрлық форматтарды қарастырдық. Растрлық форматтың тағы бір артықшылығы реалистік өнер туындыларының бірқатар эффектілерін алуға болады және нүктелік бейнелерде сақталған файл форматтары стандартты болып табылады. Сонымен қатар растрлық форматтың кемшілігі де бар. Байқасаңыздар, бейнероликте айтып кетті, яғни растрлық форматтың бірден-бір кемшілігі ол растрлық бейнені ұлғайтқан кезде сапасы жоғалады. Екіншіден, бейнені бұрышқа бұру кезінде сызықтары байқалып қалады. Үшіншіден, бейненің өлшемі монитор өлшеміне және рұқсат ету шамасына байланысты болады. Және төртіншіден, нүктелік графикалар файлының көлемі бейнелеудегі пиксельдер санына, яғни түстің тереңдігіне байланысты болып табылады. Келесі бейнероликте векторлық форматты қалай сақтау керек екенін көруімізге болады. Ал студенттер көрігірек бағдарламасында өзіңізге ұнаған бір суретті салып, оны қалай сақтау керек, қандай форматта сақтауға болатынын көрейік. Біз ең алдымен өзімізге қарапайым гүлдің суретін салайық. Бұл суреттерді біз Енді осы құжатымыз жұмысымыз аяқталған болса, онда болса бұны қалай сақтау керек? Өзіңізге ұнаған атпен seçiyoruz. Яғни қараңдар, тек файлы яғни Corel векторлық графикалық формат түрінде сақтаулы. Байқаймыз. Бұны біз кез келген уақытта алып өзгертуіміз керек. Ал егер де жұмысымыз аяқталған болатын болса, яғни уақыттарды өзгерткен болатын болса, немесе оған қосымша текст сөйлеген болса,
Текстқа беретін болсақ, яғни файл, текст, маңдасындағы бұл кезде сақталатын автоматты түрде тип файл, JPEG форматында сақталады. Және осы форматта желі басқа шығады. Документ сапасы Ал енді студенттер, тақырып түсінікті болса, E-Learning Apps бағдарламасы арқылы тапсырмаларды орындаймыз. Яғни бұл жерде бірінші тапсырма бос орынды толтыру. Екінші тапсырма көрсетілген графиктік форматтар қайсыған сәйкес келеді. Яғни әр графикалық форматтың аты жөнін жазамыз. Үшіншіден, EduPage программасында сендерге берілген жекелей тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларды бірінші сәйкестендіру, екінші сұрақ жауаптарды программада орындап, осы EduPage платформасы арқылы кері байланысты жасаймыз.